Абай жолы, Мұхтар жолы, өткен ғасыр жазушылары өз идеалдарының жолын зерттесе, бұл ғасырда болмысты зерттеуге көшіппіз. Демек, бір қадам алға жылжыдық деген сөз. Ал болмыс деген не? Оны Бейсен Құранбек туралы естеліктерден толығырақ біліп түсіне алатын шығарсыз. Тұсаукесердеміз. Бейсен және болмыс деген кезде нағып атын болмыс деп қояды. Нағып адамның болмысын бөлек жарып айтады деген нәрсе бар. Ол кезде ол Бейсен есейген жағынан алып тұрды. Жігіттерді былай қайрайды. Баспалар үйіне кірді дағыны. Ұзын коридор екі шет толған кітап. Бәрін аралап, көтергендерінше кітап алып шығыңдар. Осы жұмыс жасайсың деген. Жаңа осы шараға келер кезде не кием деп ұзақ ойландым. Сізде де сондай болды ма? Ұзақ ойланбаймыз. Бізге оңай ғой. Бізге ер азаматтар оңай ғой негізі. Не айтқым келіп тұр, жалпы аудиторияның атмосферасын дөп таппай қаламын ба деп қорқып тұрғанын дәл осы Бейсен ағаның болмысының арқасы шығар деймін де. Жылдар өткеннен кейін де осылай әсер етіп тұрған, ықпал етіп тұрған. Иә, бұл күнделікті адамға бір пайдасы бар. Жетекші құрал ретіндегі бүгінгі заманның бағдаршамы десем болады. Өз-өзін жоғалтып, әртүрлі тренингтер қатысып жүрген қандастарымыз көп қой. Бұл кітаптың 30-ға жуық нұсқасы жасалды. Бейсен болмыс деп аты айтып тұрғандай, осы кісінің болмысын ашатындай бір сурет керек болды да. Бір көзі тұңғиықта тұрған сондай. Адамды мінсіздендіру, жеке басқа табынудың біздің көрерменге ұнамайтынын жақсы білем. Бұл кітаптың авторлары да ондай жасандылықтан аулақ болуға тырысқан. Әр оқиғаға факт-чекинг жасап, ғылымдағы қызықты тұжырымдармен ұштастырыпты. Жаңа айтып қалдыңыз ғой, үшті туралы, иә? Тек, тәрбие, таңдау. Талас болған бұрын. Nature or nurture дейді. Яғни, адамның тегі асыл тұқымы рөлін ойнап кете ме басымдылық? Болмаса жаңағы күшті тәрбие берсе, сол тәрбиенің ықпалымен бұл тұлға болып жарып шыға ма болмысы деген. Соған енді логотерапияда, экзистенциализмде жалпы осыған қатты бас қатыраттағына олар тұрады айтады. Біз екеуінден де бас тартпаймыз. Егер тегі асыл тұқымды болса, тамаша. Бұл керемет бізге бір қор. Егер жақсы ақсүйек отбасына туып қалып, мен бір тәрбиеге жарған адам болсам, ол нұр үстіне нұр болады. Бірақ бұл шешуші шайқас бұл жерде өтпейді. Ең соңғы нәрсе, мына адамның болмысында ар ұятының алдында тік тұрып, болмаса Тәңірінің алдында деп айта береді. Енді сенетіндер бар, сенбейтіндер бар. Жоқ дегенде ар ұятының алдында деп айтады. Адамның жауапкершілік арқалай ма, арқаламай ма? Саналы әрекеттердің қолдан тудырған толқыны деген ұтымды ұғым бар кітаптың кіріспесінде. Толқыннан толқын туады. Елге тарап үлгерген кітаптың 9000-ға жуық данасы тұсаукесерге алыстан аттерлетіп жеткен оқырманның қарасы. Әлгінде айтқан болмыстық таңдаулардың жемісі сынды. Ешкімде жоқ мұндай бала, сізде ғана бар. Уәдесін мысалға қалай орындағандығы туралы осы кітаптарда жазылған. Қағазын алып шығып көрсетеді. Әрбір уәде қай күні қашан берілді. Міне бүгін уәдем орындалды деп жаңағы несін қойып, таңбасын қойып, кезінде Ақселеу Сейдімбек ағамызды бір бағдарламасында айтады, қазір ең үлкен өкініш бұл қоғамда уәдеде тұрмау деген мәселе деп. Бейсен ағаның болмысының қыздардың жар таңдаудағы стандартына, жігіттердің жарға сай болудағы сапасына әсер етіп жатқаны туралы. Оны енді бұл болған оқиға, біз оны көзбен көріп қолмен ұстадық, себебі Семейде, Өскеменде, одан бөлек Алматыда мен Казгуде кәдімгі студенттер сабақта Бейсен болмысты талдап, сол жерден көбіне қыз балдар отырды енді. Қаланың кәдімгі мөлдіреген, жәудіреген, жап-жас 18-19-дағы әдемі сұлу қыздар өздеріне қырындап сөз салып жүрген жігіттерге талапты күшейтіп жіберді дейді. Сендер нағып Бейсен сияқты мәрт емессіңдер, нағып Бейсен сияқты жомарт емессіңдер, нағып Бейсен сияқты сендер жандай елдік санаға көтерілмейсіңдер, нағып мемлекеттің ұлттың болашағына сендер жүрегің ауыр уайымдамайсыңдар. Сондай болуларың керек деп үлкен 40-тарға келіп қойған келіншек. Семьяда жиі шығып ажырасамыз деп жаңа енді күйеуі ғой енді бәрін білдіріп жүрген. Сосын кейін ажырасудың қиын, ұзақ, тиімсіз процесс екенін көргеннен кейін қайтадан үйленейік деген кезде келіншек шарт қояды. Бейсен болмысты оқисың, талдайсың, соның адамгершілік қасиеттерін бойыңа сіңіресің, практикада қолданасың, содан кейін барып қайтадан үйленіп бірге тұрамыз дейді. Бұндай оқиғалар әр жерде болып жатыр деп ойлаймын өзім.